Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін біз сіздермен үй жағдайында керемет болып көтерілетін булочкаға қамыр дайындаймыз. Ол үшін ең бірінші жылы суымыз бен жылы сүтімізді осылай бірге құйып алып, үстіне қант және де ашытқы, яғни дрожжды қосып, біркелкетіп араластырып аламыз. Сосын жұмыртқаның ақуызы мен сұйық майымызды қосып, тағы да араластырамыз. Одан кейін ұнымызды екіге бөліп алып, жартысын осылай електің көмегімен елеп аламыз да, қолымызды лопаткамен немесе венчикпен араластырып алыңыздар. Одан кейін қалған ұнды да осылай елеп қосамыз да, қолымызбен жұмсақ қамыр илейміз. Сонымен біздің қамырымыз осындай жұмсақ болып шығады. Оны 1-1,5 сағатқа ашытып қойыңыздар. Сонымен бізде осындай өте керемет, пышный болып көтерілетін қамырымыз дайын. Бұл қамырмен кез келген булочканы жасасаңыздар, дәмі де өзі де өте керемет болып шығады. Мәселен, мен сияқты мынандай түрлі булочка жасауларыңызға болады. Бұл булочкалардың рецепті каналымда бар. Ас болсын!